Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін кәсіби қазақ тілі сабағының озондық экран деп аталатын 6-шы тапсырмасын орындаймыз. Озондық экран полюстерде 9-30 км биіктікте орналасқан, ал экваторда 18-32 км. Озонның мөлшері 0,01 және 0,06 мг/метр. Егерде озон шекараларындағы озонды таза түрде бөліп алсақ, онда оның қабаты 3-5 мм болар еді. Озон атмосферасының жоғарғы қабатында оттегі молекуласының ультракүлгін сәулелерінің әсерінен екі атомға ыдырауы нәтижесінде пайда болады. Осы процеспен бірге озон молекуласының ыдырауы мен оттегінің түзілуі қатар жүреді. Бұл реакцияның жүруі үшін ультракүлгін сәулелердің болуы және олардың инфрақызылдық жылулық сәулелерге айналуы керек. Озондық экранның болуы мен оның ультракүлгін сәулелерін жібермеу механизмі міне осындай. Озондық толқын ұзындығы 200-300 нанометр сәулелерді сіңіреді. Бұлардың бір бөлімі ұзындармен бірге жер бетіне жетеді. Осы сәулелердің ұзындығы 200-320 нанометр бөлігін биологиялық активті ультракүлгін категориясына жатқызамыз. Мәтінге сай тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтінмен және бейнежазбамен танысыңыз. Өз сөзіңізбен жеткізіңіз. Мұнда мәтінді қайтадан оқып, осы мәтінге сай өз ғылыми стилдегі мәтінді өз сөзіңізбен баяндаңыз. Екінші, ақпаратты толтырыңыз. Мәтінге сай озонға анықтама береміз. Озонның мөлшерін анықтаймыз. Озондық экранның орналасу ретін көрсетеміз. Сондай-ақ озондық толқынның сіңірілу дәрежесі, сондай-ақ озон қабатына түсінік береміз. Өз жауаптарыңызды мұндағы бос ұяшықтарға жазамыз. Әрбір жазылған жауаптан соң өз біліміңізді тексеруді ұмытпаңыз. Үшінші тапсырма: мәтіндегі қысқартылған атауларға түсінік беріңіз. Мәселен, километр бұл ненің өлшемі, яғни шақырым өлшемі, миллиметр ұзындық өлшемі деген сияқты әрқайсысына мұнда қандай өлшем атау екендігін жазып, өз біліміңізді тексеріңіз. Келесі төртінші тапсырма: ақпаратты толтырыңыз. Әдеттегідей, егер ақпарат ақиқатқа, шындыққа жанасатын болса, онда оны иә деп белгілейміз. Егер ақпарат шындыққа жанаспайтын болса, онда оны жоқ деп белгілейміз. Жоқ болған кезде тексеру барысында оған қандай ұяшық ашылатындығын көресіздер. Мысалы, биогенецинозда ағзалардың тіршілік әрекеттері үздіксіз жүріп отырады. Иә, біліміңіз тексеріңіз. Жоқ. Демек, бұл жердегі жауап жоқ. Қайта тексереміз. Демек, дұрыс болды. Енді бұл жерге қалай жүретіндігі туралы өзіңіздің сөйлемменен жеткізіп жазасыз. Содан соң біліміңізді тексереміз. Табиғаттағы зат айналымы болмаса, тіршілік тоқтайды. Иә, біліміңіз тексеріңіз. Бұл дұрыс. Дәл осылай әрбір қатардағы сөйлемдіге иә немесе жоқ деп жауап беріп, өз білім деңгейіңізді бағалаңыз. Бесінші тапсырма: бұл жайында не білесіз? Бейнежазбаны тыңдап, ұсынылған жоспар бойынша мазмұндаңыз. Бұл жазбада адам пайдаланатын энергияның басым бөлігінің көзі бұл күн екендігі жайында берілген. Бұл қысқаша күн энергиясы жайындағы мәтінмен таныса отырып, сіз мұндағы төмендегі жауаптарды белгілесіз. Мысалы, күннің құрамы мен пішіні туралы айтылған ба мұнда? Белгілеп көрейік. Екіншіден, күн энергиясын тиімді пайдалану жайында айтылған ба? Оны белгілеп көрейік. Испан тілінде еліндегі мұнара ғажайыбы 500 градус Цельсий айналар тазалығын сақтау. Яғни
бұны да белгілеп көрейік. Осылай әрбір бар немесе жоқ жайында мәліметті, айтылған мәліметтерді белгілеп, айтылмаған мәліметтерді белгілеуден алып тастаймыз. Егер бер жағынан мәтінге дұрыстап қарайтын болсақ, бұның күннің құрамы мен пішіні жайында ақпарат берілмеген. Демек, бұл мәліметті бар деп белгілемейміз. Әрбір белгіленген жауаптан соң өз біліміңізді тексеруді ұмытпаңыз. Келесі тест тапсырмасы. Өтілген мәтін бойынша әрбір сұраққа жекеше жауап беріп, өз жауабыңызды белгілеңіз.